Өзіңіз немесе жақындарыңыз алаяқпен кездескен жағдайлар болды ма? Әрине, баршамызда болды. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Нені білген жөн? Көп жағдайда қаржылық пирамида және алаяқтық дегенімізді көп азаматтар біле бермейді. Оларды қалай тану керек? Кездескен жағдайда не істеу керек? Қаржылық қауіпсіздіктің бірінші өзінің түсініктемесіне келетін болсақ, бұл жай ғана ережелер жиынтығы емес. Бұл өзіңізді және өз отбасыңызды экономикалық қылмыстардан қорғаудың маңызды шарттары болып табылады. Сіз өз өміріңізде алаяқтыққа жолыққан кезде біреудің мүлікті иемдену және материалдық пайда алу мақсатында сенімге қиянат жасау екенін ұмытпауыңыз керек. Бұл сіздің алдағы уақытта қылмыстық баптардың ішінде 190 бап және 20 баптар бойынша 10 жыл бас бостандығыңыздан айырылатыныңызды ескертеді. Сонымен қатар, сіз өзгенің материалдық жауапкершілігіне қарыз бола отырып, олардың материалдық жауапкершілігіндегі болатын барлық сақтардың барлығына негізсіз байып кету арқылы азаматтық кодекстің 953 бабы бойынша жауап беретініңізді ұмытпағаныңыз дұрыс. Абыройының төмендеуі болашақта сіздің осы қаржылық пирамидада өзге азаматтарды тарту және де туыстарыңыз, бауырларыңыздың барлығын осы жағдайға тап болуына алып келе отырып, өзіңіздің болашағыңызға жол жабуыңыз мүмкін. Алаяқтықтың негізгі түрлері фишинг, вишинг, кардинг және фарминг деген секілді түрлері бар. Фишинг түріне келетін болсақ, ол сіздердің күнделікті телефондарыңызға келетін сілтемелер, хаттар, хабарламалар, спам арқылы және жеке деректерді ұрлауға әрекет жасау арқылы келетін, емейл почталарыңызға келетін ақпараттар. Вишинг телефон алаяқтығы кодты, парольді беруді немесе төлем жасауды сұрағанда тағы басқа секілді ақпараттар арқылы ұрланатын ақпараттар. Кардинг интернеттегі сатып алулар кезіндегі ақпараттарды ұрлау арқылы банк картасының деректерін ұрлау, яғни сіздердің көптеген жағдайда өздеріңіздің өміріңізде кездесетін, ақша алу барысында кездесетін азаматтардың сіздер арқылы ақша аударымдары болып табылады. Фарминг жалған веб-сайтқа немесе қосымшаларға көшкен жағдайда түпнұсқамен бірдей болатын ақпараттарды көру болып табылады. Жаңа айтып өткеніміздей, фишинг жеке мәліметтерді жинақтау барысында сіздердің жоғалған контенттерді жасайды. Сонымен қатар жалпылама таратулар арқылы сіздердің туыстарыңызға және де әріптестеріңізге ақпараттарды сіздің атыңыздан жібере отырып, ақпараттар арқылы сіздің ақшаларыңызды қолды болуға тырысады. Жалған сайттарға бағыттай отырып, мәліметтеріңізді жинақтап, сіздердің ақпараттарыңызды толықтай өзіне көшіріп алуға тырысады. Вишинг негізінен қолжетімді болғандықтан телефон арқылы сіздерге ақпараттарды хабарласып, қорқытып, өзге де бір банк өкілдері немесе басқа да қорғау өкілдерінің атынан хабарласқан кезде ешқандай дүрбелеңге түсудің қажеті жоқ. Ол кезде сіздер міндетті түрде ақпараттарыңызды бақылап, төлемдер жүргізу арқылы жүргізіп жатқан ақпараттар карталарыңызды банк қосымшаларына хабарласып, қорғау органдарымен байланысуыңыз қажет. Негізінен алаяқтар пайда табу әрекеті осы криптовалюта арқылы жүзеге асыратынын ұмытпағанымыз жөн. Сонымен қатар қазіргі таңда қарапайым азаматтардың ішіндегі егде жастар және жастардың арасында қолма-қол қаражаттарды шығару алу процесінде де кездесіп жатады. Қаржылық пирамида бұл жеке адамдардың немесе бірнеше адамдардың құрылған топтар арқылы жүзеге асырылады. Негізінде қаржылық пирамида бұл заңсыз инвестициялық қызмет болып табылатын іс-әрекеттер. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217 және 217 бірінші баптар арқылы заңмен қудаланады. 2024 жылы Қазақстанда 29 қаржылық пирамида анықталған. Оның ішінде осы әлеуметтік желілер арқылы жұмыс жасаған қаржылық пирамидалар 327 әлеуметтік желі бұғатталған. Жалпы осы қаржылық пирамидалға миллиондаған қатысушылардың ішінде 1,5 миллионға жуық азамат қаржылық алаяқтықтың құрбаны болған. Қазақстанда кеңінен тараған Чиатай және Еолус қаржылық пирамидаларын айтып кететін болсақ, олардың біреуі медициналық құралдар және дәрі-дәрмектер өндірісінің фармазауыттар құрылысына салым жүргізе отырып, олардың басым көпшілігі 700%-ға дейін табыс береміз деген. Ең төменгі салымның өзі 200 мың теңгені құрап, 2,5 мың адамға тартыла отырып, алаяқтар 3 миллиардқа дейінгі теңгені өздеріне аударып үлгерген. Еолус компаниясы күн энергиясы батареясын өндіруші өкілі ретінде Қазақстанда танылып, криптовалюта арқылы құжаттарды қабылдап және қаражаттарды қабылдап, азаматтардың белсенділігі арқылы көптеген қаражаттарды өздеріне аударып алған. Өздеріңізге таныс жаңа айтып өткеніміздей, қаржылық пирамида тек қана 1-2-3 адам емес, сонымен қатар танымал тұлғаларды тартатын белгілі. Алдарыңызда көріп отырғанымыздай Перизат Қайрат, Сергей Мавродий, Мейіржан Төлебаев, Мехмет Айдын, бұлардың барлығының басым көпшілігі азаматтарға деген ешқандай қауіпсіз, мейірімді азамат ретінде көрінеді. Дегенмен, бұлардың барлығы жасына, нәсіліне қарамастан азаматтардың сеніміне кіріп жұмыс жасаған. Бұл жағдайда не істеу керек? Әрине дүрбелеңге түсудің қажеті жоқ. Ең бірінші жағдайды талдаңыз. Бұл сізге қалай хабарласып отыр, қандай ақпараттарыңызды алды.
Ақпараттанғаннан кейін сіздер өздеріңіз міндетті түрде сол хабарласып отырған банк мекемесімен не болмаса басқа да құқық қорғау органдарына хабарласып, сізде осындай жағдай болғанын анықтаңыз. Нәтижесінде сіз осы байланысты хабарласып отқан кезде көп сөзге созбай байланысты тоқтата отырып, өзіңізді сақтандыра аласыз. Неліктен бұл маңызды? Себебі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, біз міндетті түрде алдын алуымыз қажет. Осы уақытта превенция қаржылық қауіпсіздіктің маңызды элементі болып табылады. Кез келген жауапкершілік біздің осы профилактиканы алуға байланысты болып табылады. Превенция бұл қауіптердің алдын алуға және олардың барынша азайтуға бағытталған шаралардың жүйесі. Келеңсіз жағдайлар туындаудың белсенді түрлерін алдын алу мақсатында мәселелердің туындамауы үшін, тәуекелдер мен қауіптерге бармас үшін міндетті түрде өзіңізді стратегиялық тұрғыдан қауіпсіз ортаны қалыптастырып жоспарлай білуіңіз қажет. Превентивті алдын алу шаралары міндетті түрде алдын алу шараларынан, түзету шаралардан және әсер ету шаралардан тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, түзету шаралары ол міндетті түрде заң аясында жүзеге асырып, сіздің ары қарай заңды түрде қолдануға алып келетін шараларды жүзеге асырады. Қалай анықтауға болады? Әрине, кез келген қаржы пирамидасы шектен тыс ұсыныстар беру арқылы, мысалы, айына 20% табыстан артық инвестициялық салымдардың сәтсіз болса да қаражатсыз жоғалтпайтыныңызды көрсету, лицензиялардың болмауы, күрделі схемалар арқылы есептеулер жүргізу, психологиялық қысым көрсету, сонымен қатар манипуляция жасау арқылы сіздің өзіңіздің жеке басыңызға, отбасыңызға әсер ету, коммуникациялық проблемаларда сұрақтардан қашу, сонымен қатар интернеттегі күмәнді пікірлер және де басқа да ақпараттардың сіз арқылы өзіңізге тарту болып табылады. Жалпы азамат кез келген қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында кибергигиенаны қалыптастырған дұрыс. Ол фишингтің құрбаны болмас үшін күмәнді сілтемелерге көшпеу және де төмендегі көрсетілген ақпараттар бойынша өзіңізді сақтандырғаныңыз дұрыс. Ең басты, құрметті азаматтар, өздеріңіздің балаларыңыздың қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіздер. Біз өзіміздің саналы түрде жасымыз үлкен болғанымен балалардың ақпараттарға деген сенімділігі өте жоғары. Сондықтан интернет парақшаларға, қосымшаларға кіре отырып, олар қалай алданып қалғанын білмейді. Және де олар сізге оны айтудан қорқып, болашақта көптеген қателіктерге ұрынуы мүмкін. Жалпы осы ақпараттарды жеткізе отырып, сіздерге біз қаржылық қауіпсіздік бұл сіздің басты өміріңіздегі экономикалық мақсатыңыз болып табылады деп айтқымыз келеді. Рахмет.